Естіңдер ма, осы министрліктен осындай хабарлама келді, енді біз тек қана бір-ақ рет тапсырамыз. Бұл қалай болғаны? Сенде осы ұбт уақытында қорқыныш сезімі бар ма? Негізі болды, иә. Балалар ата-ананың айтқанын емес, істегенін істейді. Армысыз қымбатты көрермен, ұрпағыны медиа жобасы ұсынып жатқан, жаңадан бастау алып жатқан Саламатты мектеп подкаст жобасына қош келдіңіздер. Біз оқушыларды толғандыратын түрлі мәселелерді көтеріп, кәсіби мамандармен жұмыс жасап, психологтармен, дәрігерлермен осы мәселені шешуге тырысатын боламыз. Егер сізді мектеп өмірі, буллинг, эмоцияны басқару және түрлі мәселелер қызықтыратын болса, арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі алғаш шығарылымның тақырыбы өте өзекті және әрбір 11 сыныптың жүрегіне өте жақын десек те болады. Бұл ұбт алдындағы уайым, мектеппен қоштасу және де стресс. Қысқаша айтқанда 11 сыныптың ауыртпалығы. Және біздің студиямыздың қонағы білікті психолог Асылзат Алиева. Асылзат ханым, қазіргі таңда ұбт көптеген өзгерістерге ұшырап жатыр, және де осы қазіргі таңда балаларға қандай әсер тигізіп жатыр, ұбт статистикасы қандай, өзгерістері қандай, толығырақ Аружат Спадиярованың бейнематериалында. Ұлттық бірыңғай тестілеу түлектер үшін уайым мен жауапкершілікке толы сынақ. Дайындық барысындағы сан алуан тәсіл мен нәтиже шыққанда өрілетін мыңдаған тағдыр. Мектеп бітірумен тұспа-тұс келетін ұбт түлектер үшін жаңа кезеңнің басталуы есеюімен тең. Биылғы ұбт 2026 10 мамыр мен 10 шілде аралығында өтті. Тестілеуге 233 мың талапкер қатысып, 2 мүмкіндігін қоса есептегенде ұбт-ны 422 мың рет тапсырды. Қатысушылардың басым бөлігі ұбт-ны қазақ тілінде тапсырған. Олардың үлесі 73,1%. Орыс тілінде тапсырған талапкерлердің үлесі 26,8%. Ал 383 адам ағылшын тілінде тестілеуден өтті. Ең көп таңдалған бейіндік пәндер арасында математика, физика комбинациясы көш бастап тұр. Бұл комбинацияны талапкерлердің 18,2% таңдады. Одан кейін биология, химия 14,4% және шығармашылық емтихан комбинациясын таңдаған түлектердің үлесі 12,4%. 2026 жылғы ұбт форматы өзгеріссіз болды. Талапкерлер 3 міндетті және 2 бейіндік пән бойынша тест тапсырды. Оларға бірнеше сынақ ұбт-лары мен 2 негізгі ұбт мүмкіндігі берілген. Тестілеу тапсырмаларының жалпы саны 120. Ең жоғарғы балл 140, ал тестілеуге берілетін уақыт 4 сағат, яғни 240 минут болды. Ал 2027 жылдан бастап ереже өзгереді. Енді талапкерлер негізгі ұбт-ны тек бір-ақ рет тапсыра алады. Бұл өзгеріс енді 11 сыныпқа өткен оқушыларға әсер етпей қоймады. Бірі бұл жаңалықты үреймен қабылдаса, енді бірі дайындығын 2 есе күшейткен. Сол талапкерлердің бірі алматылық Забира Якуб. ұбт-ға дайындығын 1 жыл бұрын бастаған. Келер жылы мектеп бітіретін түлек негізгі ұбт-ның саны қысқарғанға дейін дайындыққа аса көңіл аудармағанын және өзгеріс енгізілгеннен кейін ішкі қорытындысы артқанын жасырмады. Бұйырса бізде ұбт бір-ақ рет, яғни бізде бір-ақ мүмкіндік, қалай болары әлі белгісіз. ұбт-ны уайымдап жүрмін, себебі әр баланың арманы өзінің бірінші әке-шешесін қуанту. Мен бұрында 10 сыныпта осы информат бағыты бойынша курс алған болатынмын, яғни информатика және математика, бірақ дегенмен де мен ол кезде қатты дайындалмадым, себебі ол кезде менде нақты жоспар болмады және мен көбінесе жарыстармен жүрдім. Осы дайындығыма қатты фокус қоя алмадым негізінде, бірақ дегенмен де осы 11 сыныпта қайтадан өз-өзіме келіп, 11 сыныпта қатты дайындалып жатырмын деп айтсам да болады. Жалпы мен осы ұбт-ға 5 сағатында арнаймын десем де болады. Бірінші бейіндік пәндер және негізгі пәндер. Биыл мемлекеттік грант конкурсына 127 мыңнан астам үміткер өтінім берген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 14 мыңға көп. 7 тамызда анықталған нәтиже бойынша 75 мың талапкер мемлекеттік грант иегері атанды. Оның 60% инженерлік техникалық мамандықтарға бөлінсе, 20% педагогикалық ғылымдарға, тағы 20% өзге мамандықтар арасында үлестірілген. Аружат Спадиярова, ұрпағыны медиа, арнайы Саламатты мектеп подкаст үшін. Осы ұбт уақытысында бала деген өз-өзімен, өз оймен қала бергеннен кейін ол одан сайын төменге кетеді деп ойлаймын, өзінің ойын өзі жеп. Сол себепті оған достар және де арнайы психологпен жұмыс істеген яғни психологпен жұмыс істеген
дұрыс деп есептеймін. Сол себепті де бізде сізді шақырып отырмыз бүгінгі таңда. Асылзат ханым, бізде бейнематериалда Забира есімді 11 сынып оқушысының ұбт жолымен таныстық болды. Сол кезде біз Забирамен сұхбаттасқан кезде оның ішінде бір мұң бар екен, яғни осы 11 сыныпта ұбт жолында кішкене өзінде қорқыныш, мен ата-анам үмітін ақтай алмай қаламын деген, сонда өзіне сенімсіздік пайда болды. Және де осы уақытта құрметті көрермен, біздің саламатты мектеп подкаст сұрақ және жауап форматымен шектелмейді. Дәл қазір психолог маман мен кейіпкердің жолығып өз кеңесін айтады. Асылзат ханым, Забирамен сұхбат қалай өтті? Жалпы 11 сынып оқушылардың ішіндегі мұңды проблемаларды шеше алдыңыз ба? Қандай ойға келдіңіз? Не шештіңіз? Жалпы қазіргі жастардың, қазіргі ұрпақтардың ұмтылысы мен талаптары, ерекшеліктері қуантады әрине. Бірақ сонда да неподготовленность бар, кішкене болса да сенімсіздік бар. Ол сенімділікті дамыту үшін өзінің психотиптарын анықтап алу керек өздеріне. Сол аналитик, логик адамдар болса, прямо өзінің қажеттілігіне дейін, өз-өзіне сенімділікті нақты, өз сұрақтарының жауабын тапқанға дейін жұмыс жасай білу керек. Ал аналитик емес, логик емес адамдар, басқа психотипті адамдарға басқалай подход болады да, и сол арқылы оларға нағыз ұбт күні болатын паника, ұбт-ның алдында болатын қорқыныштарды жеңуге ерекше өзінің подходтарымен жұмыс жасаса, ол оңай шешілетін мәселе. Оған кәдімгідей үлкен проблема ретінде қарап қажеті жоқ деп ойлаймын. Оған бәріне жеке консультациямен жұмыс жасаса, особо тревожностьтан айырылуға болады. Забираның ішінде қорқыныш, осы ұбт жайлы, ұбт-ны үрей қылып көретіндей бар ма екен? Ол басында Забираның мақсаты айқын болған жоқ. Бірінші бір мамандыққа, екінші мамандыққа көшіп жүргендіктен өзінде сенімсіздікті не істеп алған, қалыптастырып алған. И ода мынандай ой қалып қойды. Мен журналистиканың тарапында жүргенде физмат жақтан көп нәрсені жіберіп алдым деген сияқты сенімсіздік бар. Уақыт әлі қыркүйек айынан майға дейін әлі де уақыт бар. Сол жоғалтып алған нәрселердің орнын толықтырса, ода сенімділік 100% болады. Жалпы біз бағанан бері сұхбаттасқан сұрақтар, осы проблемалар шешілді деп ойлайсыз ба Забирамен сұхбаттан кейін? Жалпы адамға сенімділік қалыптастыру үшін көбіне қолдау ортадан керек болады. Өзінің ата-анасынан, айналасынан. Сосын ең үлкен қолдау ол кәсіби маманнан. Кәсіби маманнан осындай сенімділікті, сенің осындай жерде бағыт-бағдарды алатын болса, ол адамда сенімділік 2 есеге артады. Сенімсіздік негізі білімі бола тұрып сенімсіздікпен құлап қалып жатқан адамдар да бар. Сондықтан сенімділікті өзіне нығайту үлкен плюс әкеледі деп ойлаймын. Забираға үлкен осын өзіне сену үшін, өзіндегі сенімін арту үшін қандай кеңестер ұсындыңыз, қандай ақылдар айттыңыз? Жалпы психологияда 2 түрлі психотип бар да. Өзіне сенімділік арттыру үшін адам генетикалық түбіріне дейін радиологиясына да үңіліп, ол ұрпақта болған үлкен адамдарды өзіне тұлға ретінде қабылдай біліп, оның өмірлік қиындықтарын көріп, сол қиындықтарды қалай жеңгенін көретін болса, мен де сол ұрпақтың, сол әулеттің ұрпағымын, менің де қолымнан келеді деген сияқты үлкен жетістіктер оған қиын емес сияқты болып көрініп қалады. Сондай сияқты нұсқаулар қажет болды оған. Осы тұрғыда көптеген осы қыздардың, ұлдардың үйіндегі осы жауапкершіліктер бар ғой, үй шаруасына көмектесу, өзінің бауырларына қарау деген сияқты.
осы жолда ата анаға қандай кеңес бере аласыз ұбт-да дайындалу үшін, баланы мазаламау деген секілді? Жалпы адам баласына, ол оқушы бала болсын, ересек адам болсын, ең маңыздысы көңіл бөлу, внимание беру и қолдау көрсету. Сен оны оған қанша жерден уақыт бөліп, мазаламай, тек қана ұбт-мен айналыс деп, оны өз бөлмесіне қамап қою да дұрыс емес. Кішкене көңілін аулап, процесстермен танысып, онымен бірге бола білу керек. И сол кезде ол сен онымен бірге болатын болсаң, ол да сенімен бірге да үй тірлігіне де үлгереді. И қолдаудың арқасында ұбт-ны да реттей алады деп ойлаймын. Бұл жерде көбіне ата-ананың ең үлкен плюс әкелетін қолдау, әрі баланың ішінде не болып жатқанын бірге пережить ету. Ата-ананың да рөлі өте маңызды, баланың осы қолдауы. Және де қазіргі таңда бізде кішкене кішігірім ережелер өзгерді ғой ұбт-ның. Бұрын 2 мүмкіндік бар еді нағыз ұбт-ны тапсыруға. Қазіргі таңда ұбт біреумен шектеліп қалды. Осы тұрғыда баланың өзінің ішінде қорқыныш, бір мүмкіндік аз болып қалады деген ойлар қалай оны мазалайды деп ойлайсыз? Басында осы мүмкіндіктер азайып кеткенде суицид сияқты оқиғалар болып жатыр да, оның бәрі жаңағы бізде қоғамда бұл нәрсеге үлкен акцент қойғаннан болып жасалады. Өйткені қоғамдық сана жеке санаға өте үлкен әсер қалдырады. Бұл қай кезде бұл ата-ана көбіне үйде жоқ, балаға тек қоғамдық санадан ғана азық келіп жатқанда. Ал егер сен өзің балаңа как жеке саналы адам ретінде қарап, оның жеке санасына ерекше көңіл бөліп, қолдау көрсететін болсаң, ол қоғамдық паниканың легіне кетпейді. Қоғамдық истериканың жаңағы суицид сияқты несіне берілмейді. Ол ата-анасының, егер мен нағыз ұбт-дан керекті балымды жинамай қалған жағдайда, маған қысым көрсетілмейді, мен өзіме де өмір тоқтап қалмайды деген сияқты, ода сенімділік болу керек. Қазіргі таңда көптеген оқушылар осы ұбт-дан ауытқып кетпеу үшін әлеуметтік желілерді өшіріп жатады, әлеуметтік желіден кетіп жатады. Сол дұрыс деп ойлайсыз ба, қалай ойлайсыз? Өзін шектеп жатады бала. Бұл шектеулер негізі адамға керісінше әсер етеді. Ішкі шектеу мүлдем психология бойынша, психологиялық тұрғыдан ішкі шектеу дейтін адамға керісінше зависимость тудырады. Сен оған тәуелділігіңді іштен сезіне бересің. Керісінше рұқсат беру керек. Рұқсат беру арқылы саналы түрде бас тарту керек. Өйткені сенің өзіңнің саналы түрде ол нәрсеге келмесең, тәуелділіктен арыла алмайсың. Біздің осы, бірақ өзіне оқушылар болады ғой, өз-өзін алдап, қаз кішкене жата тұрайын, қарай тұрайын деген секілді. Сол уақытта қандай бір режим немесе сондай қандай ұсына аларсыз? Жалпы оқушыларға, ұбт-ға дайындалған адамға өзінің несін, күнделікті режимін корректировать етіп алу керек. Осы жоспарға, мысалы, жаңағы әлеуметтік желіге мен 45 минутымды арнаймын, қалған 12 сағатымның 11 сағатын мен өзіммен айналысам десеңіз, полностью саналы түрде сіз осыған келе алсаңыз, сізде ешқандай шектеу де болмайды, тәуелділік те болмайды. Қазіргі енді ұбт-дан сүрініп қалса, бәрі бітетіндей, осы балада қорқыныш, сондай енді үрейді жем жатады ғой. Өзінің қатысып жатқан осы неше түрлі қосымшалары бар ғой. Оларда балаға қалай әсер етеді, олардың баланы түсіну керек, балаға әр адамға әртүрлі әдіс табу керек қой. Соған не айта аласыз? Қазіргі күнде ашылып жатқан қосымшаларда да көбіне негізі не бар? Конкуренция бар. Ол жерде жоғары балл жинап жатқан, ортада төмен балл жинап қалған жағдайда балаға тоже психологиялық қысым болуы мүмкін. Ол ата-анасымен бөліспеуі де мүмкін. Мен ата-анамның төлеп жатқан
еңбегін ақшасын өтеп жатқан жоқпын деген сияқты өзінде андай скрытный жасырын разочарование болуы мүмкін өз-өзіне деген. И осының бәрін жіберіп алмау үшін ата-ана баламен жақын қарым-қатынаста болу керек. И бұл қосымшалардың да берері де көп. Ол жерде жаңа өз-өзімен қатесімен жұмыс жасау, өз-өзін қайта шыңдай береді. Бірақ сонда да бұл жерде ең маңыздысы жаңа мен саған ақшаңды төлеп жатырмын, сен неге оны оқымай жүрсің деген сияқты қысым жасалмау керек. Егер ол орталық ұнамайтын болса, басқа орталықпен хабарласып көрейік. Ол жерде жаңағыдай конкуренция сияқты дүниелер, егер балаңызға орынды келмей жатқан болса, әрине орын өзгертіп, ыңғайлы орта, қолдаушы орта табуға тырысу керек. Қазіргі таңда ата-аналар қандай көптеген қателіктер жіберіп алады деп ойлайсыз? ұбт-ға баласын дайындаймын деп, баласына қандай қателіктер жібереді? Көбіне ата-аналар инвестиция жасағанда балама ғана жасаймын, баламның білімі қажет, балам үлкен адам болады дейді да, өзі ізденбейді. Негізі балалар ата-ананың айтқанын емес, істегенін істейді. Егер сен ертеңгі күнде бүкіл ақшаңды, бүкіл вложениеңді өзіңе қимай балаңа құятын болса, сені қайталайды да. Ертеңгі күні ол бала жоғарғы оқу орнын бітірсін, докторантура алсын, магистратура алсын, бірақ ол ертеңгі күні ақшаны өзіне вклад жасамайды, өзін дамытпайды, баласын дамыта береді. Цепочка жалғаса береді, ешқандай результат әкелмейді. Сол үшін бірінші адам өз потенциалын ашу керек. Саған қарап, сенің потенциалыңа қарап, бала сені қайталайды. Және де осы қазіргі таңда мен кіммін, ертең қайда барам, енді 11-ші сыныпқа көшкеннен кейін үлкен өмірге бір кішігірім қадам ғой бұл да. Балаға өзінің ішкі қалауын таңдауға қандай кеңестер көмек береді? Дұрыс айтасың, бұл ұбт ең бірінші үлкен өмірге, бірінші баспалдақ өмірге барғаннан кейін жаңағы одан да үлкен емтихандар күтіп тұрғаны жайлы білу керек, баланы таныстыру керек. Қазір мысалы мемлекетімізде 16 жастан бастап жұмыс жасауға мүмкіндіктер ашылып жатыр. Сол сияқты тәжірибелер керек. Өмірді тек қана мектептің деңгейінде ғана көрмеу керек, кітаптың ғана деңгейінде көрмеу керек. Нағыз тәжірибе жасап көру керек. Қолынан тірлік жасау керек. Мамандық бір бөлек, хобби, спорт бір бөлек. И сосын оның таланты болу керек та қосымша. Ән айтама, домбыра тартама, немесе етік тігеме, мейлі не болса да. Мысалы, менің баламның өзінің қызығушылығы бар, тамақ пісіру. Ол ұлдарға тән емес қой, тағы бірдеңе деген сияқты немен қоғамдық көзқараспен қарамай, оның потенциалын барынша ашуға мүмкіндік беру керек деп ойлаймын. Енді қазіргі таңдағы осы камераға қарап 11-ші сыныптың оқушыларына топ 3 кеңес айта аласыз ба? Егер 11-ші сыныптағылар қазіргі күнде қосымшаларға барып жүрген болса, ең бірінші ол қосымша орталықтардағы болып жатқан жайттармен ата-аналарыңызбен толықтай бөлісіңіздер. Ұнамайтын нюанстар болса, егер сол жайлы ашық, айқын сөйлесе білу керек. Екінші, өз-өзіңізге деген ұбт-да пайда болатын сұрақтардың бірінші ұбт сұрақтарына емес, өзіңнің ішіңдегі күмән туған сұрақтарға жауап іздеуге тырысу керек. Ал үшіншіден, ата-ана үмітін емес, өзіңнің ерекшелігіңнің, өзіңнің басты мақсатыңа қарай талпыну керексің. Ата-ана үмітін, сол өз мақсатыңды іске асырсаң, ата-ана үміті бірге сомен жалғаса береді. Көп рахмет. Сізбен сұхбат барысында мен де өзіме ой түйдім, өзіме керекті кеңестерді алдым. Жалпы бүгінгі сұхбатқа өте көп рахмет. Құнды кеңестер болды. Бүгінгі таңда ерекше біздің шығарылымға келіп отырғаныңызға көп рахмет. Сізбен енді сұхбатымыз осымен тәмам. Рахмет сіздерге де, шығармашылық табыстар тілеймін. Ал құрметті көрермен, біздің келесі қонағымыз келіп жайғасты студиямызға. Забира, сәлем. Жалпы көңіл күйің қалай? Бүгінгі
біздің Асылзат ханыммен сұхбат ұнады ма саған? Қалай өтті? Сол жайлы айта кетсең. Сәлем, барлығы жақсы. Осы Асылзат ханыммен осы бірге отырған кезде өте пайдалы, құнды ақпараттарды алдым десем де болады. Себебі ұбт бұл біздің соңғы мүмкіндігіміз емес, керісінше жаңа бағытталған мүмкіндіктердің бастамасы деп білем. Солай. Ал енді өзіңнің ұбт жолыңды қалай бастадың? Осы өзіңе жауапкершілік қалай алдың? Сол жайлы толығырақ айта кетсең. Мен негізі яғни информатика, математика бағытындағы IT бағытын таңдаған болатын, яғни жалпы айтатын болсақ, мен негізгі өзімнің ең бірінші дайындығымды 10-шы сыныптан бастадым. Бірақ толық бастадым деп айта алмаймын, себебі ол кезде мен көптеген жарыстарға қатыстым. Атап айтсам, мысалы, біз Ақтауға бардық, Қызылордаға бардық, көптеген қызықты сәттер болды. Сол кезде маған мектеппен қоса, яғни осы жарыстармен қоса, сабақты алып жүру өте қиын болды. Сол кезде мен прям прогресс болмады менде, шынымды айтсам. Бірақ дегенмен де осы 11-шы сыныптың басында мен уже смарттан бастадым. Қазір енді жақсы көңіл күймен жақсы нәтижені көрсетемін деп ойлаймын, себебі бұл жақта мен уже бастағаннан бастап жақсы нәтиже көрсетіп жатырмын. Бұйырса солай болады деп ойлаймын енді. Ал қандай мамандыққа таңдадың? Қазіргі 11-ші сыныпта дайындығың қалай? Жалпы қандай жоспарлайсың осы 11-ші сыныпта? Не жоспарың бар? Жалпы менің мамандығым IT бағытындағы Aerospace Engineering, яғни Software Engineering деп айтсақ та болады, ақпараттық технологиялар. Осы менің басты мамандықтарымның бірі. Сонымен қатар енді ұбт жолын бұйырса жақсы тапсырып болғаннан кейін өзім СДУ немесе КБТУ университеттерін немесе Астана IT университеттерін көремін. Саған сәттілік әрине. Осы ұбт-ны бастап жатқан уақытта ең бірінші жіберіп алған қателіктеріңді айта кетсең. Ең бірінші жіберген қателіктерім, бұл мен негізі 10-шы сыныпта бастадым дедім ғой. Сол 10-шы сыныпта мен дұрыс мән бермегенімде. Мен дұрыс мән бермедім, шынымды айтсам, қатты мән бермегеннен кейін нәтижелерінде дұрыс болмады. Ал қазіргі таңда жақсы, яғни нақты шешіммен қарап, көбінесе практика жасау керек екен. Осы практика жасағаны сайын сенің результаттарың да көтеріліп, өзің де осы нәтижеге бейімделе бастайсың. Ал үйінде қандай болды? Ата-ана жағынан саған қолдау білдірді ме? Ол саған қалай әсер етті? Айта кетсең. Әрине, менің ата-анам әрқашанда менің қолдауымды қолдап жүрді, яғни шешімімді қолдап жүрді. Мысалы айтатын болсақ, мен басында журналистика деп ойлағам. Ол кезде де қолдады, шынымды айтсам. Ал қазіргі таңда мен осы инженерингке келдім ғой, IT бағытына. Соның өзінде қолдап, біз саған сенеміз деген сынды түрлі ойларын айтады. Ал сен дайындығыңды қазірден бастап жатырсың, осы уақытта. Дайындықты негізі 10-шы сыныптан бастаған дұрыс деп жатады көбінесе адамдар. Бірақ та 10-шы сыныпта оқушылар ұбт-ға қатты мән бермейді деп айтсақ та болады. Сен өзіңде солай болды деп айта кетсек. Ал қазіргі 11-ші сыныпта уақыт аз, бір-ақ жыл қалды. Көзін ашып жұмғанша қаңтар ұбт, нағыз ұбт көз алдында өтіп жатады. Сол уақытта қаншалықты дұрыс уақытты тиімдеу керек, қалай жұмыс жасау керек, соны айтсаң. Жалпы адамның бірінші өзінің арманы болады, яғни мақсаты болады. Арман болғаннан кейін мақсат болады. Сол мақсатты орындаудың өзінің бірінші қағидасы ол жоспар құру. Жоспар құрғанда сен бірінші қалай тұрасың, яғни қалай тұрғанда бірінші таңыңды неден бастайсың деген сұрақтар келеді ғой. Сол сияқты мысалы таңертең тұрып кітап оқисың, Қазақстан тарихын оқисың, мысалы 7-ші сыныпты Атамұраны оқисың, ал уже обедтерде, яғни түскі уақыттарда уже сен информатиканы оқып бастайсың, ал кешке қарай математиканы қойсаң болады. Ол әркімге әрқалай. Әркімнің мысалы условиясы жақсы болу керек. Мысалы айтатын болсақ, комфорт өзіне жасау керек та. Үйіңде отырған кезде сен ол комфортты сезініп, соны жасаған сайын сен өзің күш-қуат алып бастайсың. Сосын ол саған оқи бергің келеді, шын айтсам. Әр нәрсені көресің да, қызығасың, қарайсың, сол нәрселердің өзі саған үлкен мүмкіншілікті ашып тұрады. Ал сен өзіңе қандай ыңғайлық жасадың, өзіңнің жолыңды айта кетсең? Мен әлі өзім жолымды қалыптастырдым, бірақ қатты қалыптастырдым деп айта алмаймын, себебі таңғы 5-те тұрам деймін, бірақ кейде тұра алмай қаламын. Себебі бұл жақта бізде, менің өзімде ұйқымен проблема болып жүр, шынымды айтсам. Сондықтан да бұның шешімін әлі де табамын деп ойлаймын. Солай күніге сол жоспармен күнім өтуде. Осы мәселелеріңді бағана сұхбатта Асылзат ханыммен бөлістің бе? Ол саған қандай кеңестер айтты? Осы шешім таба алдың ба?
Асылзат ханыммен сұхбат барысында? Негізі мен бағана айттым ғой, таңғы 5-те тұру маған қиын деп ше. Сол психолог ханым маған айтқаны бойынша мен денеммен жұмыс жасамайды екен да, яғни миыммен жұмыс жасау керек екен да, сол кезде ғана нәтиже болады. Мен өзім де таңғалдым, себебі мен психологияны оқымаған адаммын ғой. Соның әсерінен бір шетінен таңғалдым. Ертең үйге барып, мысалы мен жасап көрсем болады, таңертең қалай болады? Иә, тәжірибе. Осы тәжірибе арқылы мүмкін таңғы 5-те шынымен де дұрыс оянып, миым шынымен де күшті болып тұрады негізі. Адамның азанмен тұрған кезде адам холоднокровный болады ғой, былайша айтқан кезде. Және де оқуға көптеген, мен де интернеттен көріп жатам. Азанда оқыңыздар, тұрған кезде оқыңыздар, сол кезде миыңызға жақсырақ. Қатты қабылдайды миы. Ми неге өйткені дофамин ба, сол бөлінеді дейді ғой мида. Сол бөлінген кезде миың қатты тынығады, тыныққаннан кейін жаңа ақпараттарды қабылдауға бейімделеді. Осы арқылы ертең көреміз енді бұйырса қалай болатынын. Таңғы 5-те тұрып көру меніңше қызық. Сен үшін осы ұбт барысында топ 3 лайфхак сен үшін? Чек-лист жасау, сосын кітап оқу шынымен де практика. Көбінесе кітаппен жұмыс жаса деп жатады, иә? Көбірек кітап оқу қажет, құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік. Көбірек кітаппен жұмыс жасап, осы кеңестер бәлкім сіздерге де көмек. Негізі көп практика болса, адам соған бейімделеді. ұбт-ға барған кезде де осы практика менің алдымнан шықты ғой деп, мысалы сен шығарған есебіңді қайттан сол ұбт-да көріп қаласың, нағыз ұбт-да. Сол кезде сен түсінесің да, мен есеп шығарған ғой деп. Бірақ сол кезде мән беріп оқу керек деп ойлаймын. Себебі біз пробный тапсырған кезде де мән беріп оқымаймыз. Осы қазіргі таңда ұбт статистикасы, жалпы ұбт көптеген өзгерістерге ұшырап жатыр ғой, естіп жатқан шығарсың. Мүмкіндік шектелді деген секілді. Жалпы осы қалай қабылдадың бұл жаңалықты? Саған моральды тұрғыда қандай өзгеріс әкелді? Жалпы айтатын болсақ, мен басында достарыммен біз негізі ұбт жайлы былай-былай сөйлесіп бастадық. Сол кезде айтыла бастады уже осы тақырыптар бойынша. Естіңдер ма, осы министрліктен осындай хабарлама келді, енді біз тек қана бір-ақ рет тапсырамыз. Бұл қалай болғаны? Сонда біз нағыз ұбт-дан бұрын, сонда қаңтар ұбт, наурыз ұбт тапсырмаймыз ба деген сынды көптеген пікірлер кетті. Біз шынымен де сол кезде таңғалдық, қалай болды деп ше. Сонда басқаларға екі ұбт-да біздің кезде уже қалай бірақ мүмкіндік деген сияқты. Содан бастап мен негізі таңғалдық. Сол 10-шы сыныпта мен бағана айттым ғой, дұрыс мән бермедім деп. Себебі мен екі шанс бәрі үлгерем ғой деген сынды түрлі ойлар болды. Бірақ осы 11-шы сыныпқа келгеннен бастап мен түсіндім, менде бірақ мүмкіндік, осы мүмкіндікті жіберіп алмау керек. Әрі қарай өзімнің арманыма нақты қадаммен, нақты жоспармен қадам басу керек екенін түсіндім. Сенің пікіріңмен толықтай келісем. Жалпы енді осы 11-шы сыныпқа көшкеннен кейін өзіңді әлеуметтік желіден шектеп жатсың ба? Қалай болып жатыр? Бұмен қалай күресіп жатсың? Бағанада мен психологқа да айтқан едім бұл жайлы. Мен Instagram, TikTok'ты жалпы өшірдім. Неге? Себебі менің ойымның барлығы соған кетеді екен. Яғни мен соған TikTok әлеуметтік желілерге жалпы кемінде 5 сағат кетіреді екен. Мен 5 сағаттың ішінде жақсы нәтиже көрсете аламын. Яғни практика жасасам, көп ойлансам, көп жұмыс жасасам, соның барлығы әсер етеді. Сондықтан да кейде енді жазу керек шығар, скачать етіп, андай көріп болады шығар енді. Бірақ қазіргі кезде менің фокусым ұбт-да, сол үшін нәтижені бір жылда шығады ғой енді нәтиже. Сол нақты күшті ретінде көрсеткім келеді, бұйырса. Ал оның орнын немен алмастырдың? Мысалы, көптеген подкасттар бар қазіргі таңда. Подкасттар көріп жатырсың ба? Иә, көп подкаст көремін. Осы YouTube телеарнасынан желісінен, яғни Абдрашид Түлкібайды, Азамат Исхаковты, осы үлкен тұлғалардың мықты, солардың көп подкастын тыңдадым. Жалпы ол жақта да негізі бағана ұйқы туралы дофамин бөлінеді, барлығын айтады. Қалай бөліну керек, жалпы өмір неден тұрады, сенің миссияң не, құндылықтар деген не, құндылықтарға не жатады, сенің өзіңнің құндылығың болу керек, адами рухани тұрғыда даму керек дейді ғой. Сол туралы көбінесе оқып, соны негізі зерттедім шынымды айтсам. Соның әсерінен мен рухани тұрғыда өстім деп айтсам да болады. Ал қазіргі таңда Instagram, TikTok сол үшін маған керек емес деп ойлаймын. Бірақ кейде енді Instagram жазып қалам, бірақ TikTok уже менікі емес. Мен TikTok уже көрмеймін. Осы әлеуметтік желіде көп оқып жатам. 11-шы сыныптар көптеген стресстерге түсіп жатады енді.
оны әлеуметтік желіден сен де көретін шығарсың. Сенде осы ұбт уақытында қорқыныш сезімі бар ма? Негізі болды, иә. Қазіргі таңда жоқ, иә? Себебі сен Жоқ, қазіргі таңда да қорқасың. Себебі сен білмейсің не болатын алда. Дұрыс практика жаса, оның алдын ала бер, дұрыс жасаған. Бірақ сен бәрібір алдында не күтіп тұрғанын білмейсің, ол тек қана Аллаға мәлім, да? Білмейсің не болатын. Бірақ еңбектене бер, көре бер. Бір күні ол нәтижесін береді. Еңбек түбі жеңбек қой. Былай елестетейік, бірақ бұл болмауы мүмкін әрине. Бірақ сен грант иегері атанбадың. Сен грантты, яғни жіберіп алдың деп есептейікші. Қандай сезімде болуы мүмкін? Сен оған дайынсың ба ол туралы ойлауға қазіргі таңда, моральды тұрғыда? Негізі ойланып көрмеппін ше ол туралы. Бірақ білмеймін енді. Біріншіден мен ішімде ата-ана үмітін ақтамадым деген ойлар болуы мүмкін. Себебі өзің алтын белгі болып тұрып, қалай сен ата-ана үмітін ақтай алмадың деген сұрақтар туады ғой, бәрібір де. Солай ойланасың, неге мына қыз бай болды, неге мен олай боламадым деп іштей бәрі қызғанасың ғой. Бірақ білмеймін. Бірақ ол кезде де андай мықты болуға тырысу керек. Әрине, оны қабылдай білу керек, оны қабылдай білу өте... Бәрібір ата-анам айтады, егер салмай қалсаң, платкаға оқыта саламыз, платныйға, ода тұрған ештеңе жоқ дейді. Бірақ бәрібір де ата-ана үміті сен бәрібір жейді ғой ішінен. Сондықтан да көп практика жасап, үмітті ақтау керек. Себебі қанша жыл бойы сен оқисың, сол оқыған балыңды көрген кезде, сол нәтижені көрген кезде сен бәрібір жылайсың ғой кезде. Неге бұл бұлай деп ше, іштей сынасың. Бірақ берілмеу керек бәрібір де. Өмірдің соңы емес қой бұл. Әрине. Сен өзіңе осындай кейде регресске түсіп, стресс болып жатқан кезде өзіңді қайтадан шыңға көтеретіндей қандай өзіңе мотивация бересің, оны қандай әдістер қолданасың? Өте дұрыс. Жалпы саған рахмет бүгінгі бізбен сұхбат бөліскенге. Бүгінгі таңда көптеген сенен кеңестер білдік деп айтсақ та болады. Психологпен жұмыс өзіңе қалай болды? Толық ойыңды айта кетсең? Асыл жатқанымға көп рахмет. Бұл кісімен жалпы ұбт саласы туралы көп сөйлестік. Осы ұбт арқылы бұл өмірдің соңы емес екені, және бұл жаңадан қадам басқан жаңа мүмкіншіліктердің бірі болып табылады. Шынымен ғой сондай ғой. Қандай ой түйдің сонда? ұбт өмірдің соңы емес, сол. Сонымен қатар ең маңыздысы ұйқыны реттеу, өзіңе өзің мықты болып, соны мықты етіп дәлелдеу керек. Негізі әлеуметтік желіден көреміз ғой, көптеген түлектер енді грантқа түсетін кезде сол өзінің нәтижесін көреді, сол кезде түсе алмай қалады. Менің ойымша бұл жақта бірінші оқушының еңбегі, яғни қаншалықты ол көп дайындалады, соншалықты оның еңбегінің жемісі деп білемін. Сондықтан да көп дайындалған сайын ертең ол сенің еңбегіңнің, яғни сенің өміріңнің бір мәніне айналатын бір шақ деп ойлаймын. Сұхбат барысында мен де естідім, бала тек қана ұбт-ға, білімге көңіл бөлмеу керек, ол өз-өзімен жұмыс жасау керек. Ата-анаға да көптеген кеңестер айтты. Жалпы бүгін өте ерекше шығарылым болды. Саған көп рахмет. Қымбатты түлектер, естеріңде сақтаңыздар. ұбт ол өмірдің соңы емес. Дайындық барысында уайымды азайтып, өз денсаулықтарыңызға көбірек көңіл бөліңіздер дегіміз келеді. Құрметті көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Алда әлі талай қызық шығарымдар болады. Естеріңізге сала кетейін, сіздер өздеріңізді толғандырған сұрақтарды пікір астына қалдыра кетіңіздер. Бәлкім сіздің сұрағыңыз біздің келесі шығарылымның тақырыбына айналмақ. Сіздермен болған Аягөз Ерген, Ұрпағыны медиа, сау саламатты болыңыздар.